Бұл оқиғалар шетелдік форумдардан аударылып дыбысталды. Сезімтал адамдарға көруге кеңес берілмейді. Бір күні біздің гинекологияға 19 жастағы қыз келіп, өзінің кітабына шашқа арналған лактың крышкасы тұрып қалған айтты. Мен, бұл сөз емес деп ойлағанмын. Бірақ оны 4 жыл бұрын, яғни 15 жасында тыққан болып шықты. Не себепті тыққанын айтқан жоқ, бірақ түрінен қатты ұялғаны көрініп тұрды. Ол шешіне бастаған сәттен бастап жағымсыз иіс мүңкіп кетті. Мен жұмысымды бастағанымда мүлдем бұрқырап кетті. Крышканың шығаруының қиындығы, ол 4 жыл ішінде қынаппен әбден байланысып үлгергенмен қатар, уық пен тікшекке де кіріп кетіпті. Нәтижесінде бірнеше операция жасауға тура келді. Мен гинекологпын. Бірде бір әйел қынабына лампочка тұрып қалған күйі келді. Операция өте күрделі болды. Лампочканы өте абайлап алуға тура келді, себебі сынып кетсе шишалар ішке түсіп, быт шытқылар еді. Кейін ол әйел лампочканың үстіне құлап қалдым деп ақталумен болды. Бір күні бір әйел гинекологиялық тексеріске келді. Ол сұмдық жағымсыз иіспен зәр шығару кезіндегі қиындықтарға байланысты шағым келтірді және гонореяға ұшырап қалдым ба деп уайымдап тұрды. Сөйтсек, одан да жаман болып шықты. Оның қынабынан өліп қалған бақа шықты. Бақа шіріп кеткені сонша, оның қалдықтарын жекелеп шығаруға тура келді. Әлбетте, оның зәр шығару жүйесіне инфекция түсіп асқынып кеткенде болып шықты. Біз себебін сұрағанда, әйел кейде көңіл көтеру кештерінде жігітінің үйінде мас болып ұйықтап қалатынын айтты. Бәлкім жігітім немесе оның достары қызық болсын деп бақаны салып жіберген шығар деп түк болмағандай айтып тұр. Оның қынабында бақаның өліп шіріп кеткені оны уайымдатпады да. Мен гинекологпын. Бізге көбіне мүшесіне бильярд пен гольфтің шары тұрып қалған адамдар келіп түседі. Бұл шарлар көлеміне байланысты тықсаң болды, тұрып қалуға бейім болады. Менің әйелім акушер-гинеколог. Ол бір әйелді қабылдау барысында жыныс ернеуінде лимон көлемінде абсцесс өсіп кеткенін айтты. Олар оны ашқанда абсцесс жарылып, ішіндегілер жан-жаққа шашыраған. Менің әйеліме тимесе де, оның медбикесіне тиді. 10 жылдық тәжірибесі бар медбикенің өзі бұл иіске шыдай алмай лоқсып, құсып жіберді. Әйелім бұл иіс мың мәйіттің иісінен де асып түсетінін айтты. Бір әйел жүкті болуды болдыртпау үшін қынабына картофельді салып жіберіпті. Картофель жылы, дымқыл, қараңғы жерді ұнататындықтан, сонда өсіп-өніп сыртқа қарай салақтап тұрды. Мен әртүрлі сұмдықтарды көрдім. Бірінші жағдайда қынабында обасы бар бір әйел болды. Кейін оның қынабы мен жатыр мойнын алып тастағаннан кейінгі де көрінісін көрдім. Алып тастаған жерде үлкен қара тесік қана қалып, бір нәрсе ағып тұрды. Жақсы көрініс емес. Мен ол кезде жас студент болып жүргенмін. Байғұс әйел қайғырғаны сонша, күйеуіне енді сен мені жақсы көре алмайсың, тастап кет деп өтінді. Бірақ күйеуі жақсы жігіт болып шығып, оны тастамады. Үнемі жанында қолынан ұстап жұбатумен болды. Әйелін қатты жақсы көретіні көрініп тұрды. Екінші жағдайда бізге 220 килограмм болатын денесінің төменгі бөлігі сал болған әйел түсті. Ол әйелде үлкен ойық жара мен некротикалық фасцит болып, гениталия мен жамбас маңындағысының бәрін жойып жіберді. Ал тікшегінде эрозия болды. Бізге дәрігерлер зәрінен анализ алуды тапсырды. Сөйтсек, ода тіпті қуық пен қынапта жоқ екен. Көп өтпей ол қайтыс болып кетті. Біз бұндай жағдайда қауқарсызбыз. Менің адам гинекологтың ассистенті болып жұмыс істейді. Сондықтан мен одан әртүрлі оқиғаларды естимін. Бір күні оларға қоқыс сасыған бір әйел келіпті. Сөйтсе, ол 2 ай бойы түрсиін ауыстырмаған екен. Нәтижесінде оның ақ түрсиі сары-қара түсті болып кетіпті. Шамасы ол дұрыс сүртінбегенде көрінеді. Мен студент медикпін. Бірнеше аптадан соң дәрігер боламын. Мен гинекологияда практикада жүргенімде мені бір әйелді тексеруге жіберді. Мен тексеріске дайындалып жатқанда бір мүңкіген иістің шыққаны сонша, қазір ең құрып кеткен вагинозды көретін болдым-ау деп ойлай бастадым. Бірақ мен ашып тексерген соң ешқандай ауруды байқамадым. Бұл қалай деп таңғалдым.
Мен неғұрлым ары кетсем, соғұрлым жағымсыз иіс күшейе берді. Сөйтсем, сасып тұрған оның аяқтары екен. Достар, видео ұнаса каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.